Бәріне қайырлы кеш, қалдарың қалай? Ертеңнен бастап мен прям правильное питаниеға отырайын деп жатырмын, бұйырса. Диета емес, жай ғана правильное питание. Правильное питание деген ол дұрыс тамақтану деген сияқты. Ешқандай мучное, жирное, тәтті жемеуге, өйткені денсаулыққа ешқандай пайдасы жоқ. Тағамды жеудің қажеті жоқ негізінде. Соған үйрету керек. Сол банядан шығып, үйдің тамағын жасап, кешкі ас беріп, енді столды жинайын деп отырмын, бұйырса. Сондай хабар. Пособие бойынша маған көптеген қыздар бүгін жазып жатыр. Айза ханым, пособие түсті ма деген сияқты. Жоқ, маған әлі пособие түскен жоқ. Көбісіне түспей жатыр, потому что задержка неизвестная. Приходится просто ждать. Вот. Так что қыздар, күтеміз, басқа не істейміз деген сияқты. Ой, менен пособие түсті ма деп сұраған қыздарға айтам. Сүйіншілерімді дайындап отыра беріңдер, пособие түскен бойы сразу хабар беретін болам. Если что, дейм ба? Отыра айтам, конечно. Бірақ енді білмеймін, кеше опрос қалдырғанда 13-ші түсет деп қалдырған варианттардың бірі болды. Оны біреу 13-ші деді, біреу 25 не дейін деді. 3 вариант бар. Так что имейте в виду,